Hey, what's up? Мен Нуридин, я мінекей видео шығардым. В общем, достар, бүгін бізде өте қызықты видео болайын деп жатыр. Я қазіргі ең танымал, ең популярный болып келе жатқан приложение білетін жарыстар. TikTok емес, TikTok. Я мен осы TikTok аккаунтымды ашқан едім, білетін жарыстар. Мен TikTok түсіремін деген видеомдағыдай. В общем, достар, бүгінгі видеода біз 24 сағат бойы TikTok лайфхактарымен өмір сүретін боламыз. Енді шли 24 сағат өмір сүрмейміз, просто 5-6 лайфхакты көрсетем. Не сол лайфхактар жұмыс жасай ма жасамай ма тексеретін боламыз. В общем, я осындай тренд пайда болды десем де болады. ютубта жаңа волна пайда болды. Короче, осындай лайфхактарды тексереміз. Яғни оны қазақ ютуберлері де кейбіреулер түсірді. Ал орыс ютуберлерінде ол өте мал болып кеткен челлендж сияқты. Влад А4, Айман көрмеске жұрттан қаламызды түсірем деп шештім. В общем, let's go! Так, бірінші лайфхакты көрейік. Мынау менің ескі телефоным. Так, яғни бұл футболканы қалай өзімді көрсетіп қоймай ауыстырып алу керек, ә? Так, окей. Киді. Үшінші шаг. Не оны мына жерден шығарып аласың, ә? Так. Ух ты. Екінші футболка керек. Блин, футболканы алып келейін. Мінекей мына қызылды киетін боламыз. Стоп, мынаның қай жағы теріс, қай жағы оң? What? Окей. Бірінші лайфхакта... Блин, қайтып ет. Так, көрдік. Сендер менің өзімнің качок денемді көріп қоймайсыздар деп ойлаймын. Так, мынаны бүйтті. Так, сосын мынаның оң теріс екенін фигізін. Так, көрсетпеу керек. Так. Блин, так деген сөз не қойды? Так демеші, бүйтіп киді. Сосын ойбай, қайттан киіп кетті ғой. Дұрыс. Все, найс. Екінші шақта ол бізде все, найс. Так, енді мінекей сіздер жұмыс жасайды. Керемет, егер де сен жұрттың көзінше денеңді көрсетте киім ауыстырғың келсе, осы лайфхакты заметкаға қой, жұмыс жасайды. Керемет. Короче, жеге келесі лайфхак. Так, бұл жерде яғни қыздың артына сен чехолыңды іліп қоясың да, сотканы қыстырып қоясың. И сен смело сол соткадан көре бересің, я күшті лайфхак сияқты. Мұғалім кеп, мынау не десе, сен шашыңмен тік қоясың. Найс. Қыз жоқ, так что мінекей мынау менің вешалкамдағыдай бүйтеміз. Короче, мына жерге чехолын бүйтіп қыстырды. И бүйтіп тұр. Мына жерде бүйтіп көрініп тұр. Мінекей типа мына жерде бір қыз тұрады, мынау қыздың көйлегі. И сен телефонын қыстырып қоясың. И бұл жерде ол келатқаны мұғалім шашын бүйтіп жауып қояды. Найс. Жұмыс жасайды по приколу, да? Егер де сен сумкаң жыртылып қалса, бүйтіп табуға болады. Так, қараңдар, менде екеуі де жыртылып қалған, екеуі де байлап қойған. Короче, бүйткен да, ода бүйткен, бүйтіп таққан, короче. Егер де сіздің сумкалеріңіздің мына жерлері жыртылып қалса, өйстіп тақсаңыздар болады. Керемет. Давай кішкене фотка түседі олар. Чот. Все, nice. Alright guys, so I found a new hack, and like it's with the AirPods, and like it's connected to this phone, and they don't know the hack yet. So like when you put your AirPods like this, you have to make it like a tripod, and you go like this, and when you hit play, it like plays like a speaker. Короче, мінекей біздің AirPods'тарымыз жанып жанбай жатыр. Екеуінде бүйтіп қоямыз. Өтірік айтам, бұл жай ғана мінекей. Істемейді, лайфхак істемейді мінекей мен. Это 3 лайфхака, которые вы должны знать. Номер 1. Если вы хотите пить, но вода почему-то льется мимо, достаточно немного приоткрыть рот. Отлично. Номер 2. Если кусок хлеба слишком большой, вы не можете его откусить, поверните другой стороной и кусайте.
Номер 3. Если вы хотите спать, но не можете уснуть с открытыми глазами, просто закройте глаза, и вы уснете.